Сәлем достар. Біз бүгін сіздермен YouTube каналға видеоларға обложка жасауды үйренетін боламыз. Обложканың қандай пайдасы, оның қалай жасалатыны туралы сіздерге түсіндіріп беретін боламын. Біріншіден, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Одан соң барлығына жақсы болады. Енді біздің видеоларда көріп тұрғандарыңыздай обложкасы нашарлау видеолар қаралым аз жинаған, көріп тұрғандарыңыздай, себебі не үшін? Себебі бұл обложканың өзі видеоның просмотрына әсер ететін бірінші құрал. Мысалға сіздер ойланыңыздаршы, өздеріңіз видеоға кірдіңіздер, белгілі бір видеоға YouTube-ға кірдіңіздер, YouTube-ға кірсеңіздер, сіздердің алдарыңыздан неше түрлі видеолар өтіп жатады. Қазір адамдар ешқашан видеоны іздеп тауып көрмейді. Адамдарға не ұсынады, соны көре береді. Балаларға да тура солай. Балаларға не ұсынады, соны көре береді. Ең бірінші, балалар видеоны көрген кезде сіздің обложкаңыз, яғни видеоның қабы, былайша айтқанда мұқабасы әдемі болу керек, тартымды болу керек, кликабельный болу керек. Сол кезде ғана сіздің видеоларыңыз рекке шығады, алгоритм оны ұсына бастайды деген сияқты сол логикамен қарастыруға болады. Менің каналым, осы канал Айбала қазақша мультфильмдер арнасы. Осыған каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, мен қуанышты боламын. Және де осы арнаға да, Айтабыс арнасына да тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Енді бұл каналдардың барлығы обложканы қалай жасаймыз, Google Gemini'ге кіресіздер. Google Gemini'да оны қалай жасау керектігін қазір сіздерге мен түсіндіретін боламын. Мына жақта менің бірінші арнамның, яғни Айбала, соның видеоларына қалай кадрлар жасалады, қалай логотип, қалай оған обложка, баннер жасалатыны туралы тағы бір видеом бар. Оны осы каналға кіріп көрсеңіздер болады. Яғни баннер, лого қалай жасалатыны туралы. Енді каналға обложка, тура осы каналға обложканы қалай жасаймын. Мысалға, мен айтамын, түсіндіріп, соны арқылы музыка жасау туралы видео жасадым. Соған обложка, промпт тақырыбы, сипаттамасы керек дедім. Ол маған кликбейт нұсқасы, музыканттар жұмысы, осындай видеолардың тақырыбын ұсынады. Өзіме ұнаған тақырыпты алып, мен сол жаққа тіркеймін, видеоға салам. Одан соң сипаттамасы. Сәлем достар, бұл Айтабыс, сіз композитор немесе музыкант емессіз бе? Енді бұл маңызды емес, бүгінгі соны арқылы бірдеңе. Осындай хэштегтерді сізге, сипаттамасын, видеоның сипаттамасын барлығын сіздерге жазып береді. Енді обложканы, мен жаңа айттым, мына жақта обложка керек деп. Музыка жасауға обложкаға промпт керек дедім, Бірінші промпт жазып береді бұл сіздерге. Промпт, бірінші эмоциялық нәтиже дейді, эмоция және нәтиже. Екіншісі техникалық прогресс, түсіндіріп жатқан сияқты. Қарапайым және стильді үшінші нұсқа. Осындай үш нұсқада маған жіберді, маған ұнаған эмоция және нәтиже. Осыны көшіріп аласыздар. Сосын мына жақтан инструменттердің арасында создание изображения дегенді қосасыздар. Создание изображения деп қосасыздар. Сөйтесіздер де тура сол жаңа көшіріп алған промптты осы жерге алып, мына жерге сообщениеге қоясыздар, жібересіздер. Сосын сіздерге осындай обложка, YouTube-қа обложка жасап береді. Бүгінге осы сіздермен айтатын. Қазір сіздерге көрсетіп тұрсыма да болады, бірақ оған уақыт